сәлеметсіздер ме? Кітап оқуды насихаттайтын «Мен кітап оқитын мектеп» жобасы аясында менің оқыған кітабым Марк Твеннің «Том Сойердің басынан кешкендері» атты кітабын оқыдым. Кітапта Том Сойер ауылда әжесінің қолында өскен тентек ауыл баласы болатын. Ол бір күні өзінің досымен бірге зиратқа барады. Сөйтіп зиратта Инжан Джоудың адам өлтіргеніне куә болады. Сөйтіп бұны айтуға қорқады да ешкімге тіс жармауды досы екеуі шешеді. Сөйтіп кейін ол өз достарымен қарақшы болып ойнауға аралға кетеді. Сөйтіп ол ел оларды іздеп жаман ойға батып мерт болды деп ойлап қалады. Сөйтіп балалар өздерінің жерлеу рәсіміне кенеттен келіп қалады да ауылды таң қалдырады. Және де бір кездерде Том Сойер және Бекки үңгірде қалып қалады. Сол кезде үңгірдің ішінде Инжан Джоуды көріп қалады да қиындықпен үңгірден шығады. Бірақ үңгірден шыққаннан кейін Инжан Джоудың қайтыс болғанын балалар хабарлайды. Шығармада Том батырлығы мен адалдығы арқылы өзгелердің құрметіне ие болады. Және де шығарма негізгі ойы бала бойындағы еркіндік, тапқырлық пен әділетке деген сенім шынайы өмірлік құндылықтар.